Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері кітап оқымағалы көп болды, сіздермен көріспегелі көп болды. Мен осы елдегі болып жатқан жағдайға байланысты ауылға келгендіктен уақытымда көп, бос уақытым көп, сондықтан кітап оқуды қайтып қолға алдым. Сөйтіп мен қолыма түскен үйдегі кітаптардың бірі, көптен бірақ сыртын көрген, бірақ оқымаған кітаптардың бірі ол осы кітап еді. Ағалар туралы аңыз деген Қасым Қайсенов атамыздың кітабы. Өте бұл кітап туралы айтатын болсам, бұл кітап өте керемет кітап, себебі бұл басқаларға ұқсамайды. Себебі бұл белгілі бір әрбір көбінесе кітаптардың барлығы белгілі бір оқиға ұзағынан жазылатын еді ғой, ал бұл кітапта олай емес. Бұл кітапта Қасым Қайсенов атамыздың өміріне кездескен әрбір ол үшін ерекше саналған, ол үшін осы өмірге қалыптасуына, оның да осындай жетістіктерге жетуіне, осындай кітап жазуына, ұлы тұлға болуына атсалысқан адамдар туралы жазған болатын. Әрқайсысы шағын өзінде есінде қалған естеліктерін жазған болатын. Бұл кітап не сырты, арты осындай. Мен әдейі өзім скотчтап қойған болатын, өйткені сырты өте жұқа, сондықтан. Не бұл біздің Қасым Қайсенов атамыз. Бұл кітап Алматы Балауса деген баспада шыққан 1992 жылы. Бұл кітап ішінде естелік әңгімелер жазылған. Яғни айтып отқандай, ішінде қанша шығарма өзі, қазір қарап жүрейін. 20-дан астам шығарма жазылған екен. Енді бұл кітапта осы айтқанымыздай әрбір қазақтың ұлы тұлғалары, яғни көбінесе жазушылар, сол кездегі ақындар және ұлы отан соғысына қатысқан ғой атамыз, Қасым Қайсенов атамыз, сол кездегі кездестірген адамдары өзінің соғыста, сонымен қатар соғыстан келгеннен кейінде кездестірген ұлы отан соғысының ардагерлерін туралы жазылған ішінде. Бұл кітапта қандай тұлғаларды кездестіреміз? Ол Сидор Артемович, Алексей Федорович, Владимир Лавриненков, Әлби Жанкелдин, Жұмабай Шаяхметов, Әбдісамет Қазақбаев, Садық Нұрмахамбетов, Ғабдолла Шоланов, Иван Купримянович, Ғарыбжан Досымбеков сияқты соғысқа қатысқан, соғыстан кейін келгенде де оған осы өмірде кездескен тұлғалар туралы жазған. Мен жерде айтып отқандай, Сидор Артемович, Алексей Федорович, Владимир Лавриненков дегендер екі рет Совет одағының батыры атағын алған кісілер болып табылады. Сонымен қатар, осы соғыстан келгеннен кейін ол жазушылық көптеген жұмыстар атқарған, бірақ өзінің осы жазушылық өнерінде қатар алып жүрген. Соның ішінде кездестірген бізге танымал, біз танитын ұлы тұлғаларды да кездестірген. Оларға Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Тайыр Жароков, Жұмахали Саин, Қасым Аманжолов, Мұқан Иманжанов, Шахмет Құсайынов, Ғабдол Сланов, Мәлік Ғабдули және өзімізге танымал соғыста үлкен ерлік жасаған кісілер Бауыржан Момышұлы және Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев сияқты кісілер туралы осылар жазған болатын. Бұл кітап маған өте күшті әсер етті. Мен негізінен бұл кітапты оқығанда әсер алып оттым. Әр сөзінен, әрбір жазылған осы шығармалардың әсерінен, осы адамдарға қарап, тұлғаларға қарап, мінездерін қарап, қазіргі кездегі адамдардың, көбінесе ер адамдармен салыстыра отырып, қазір өсіп келе жатқан өзімнің құрдастарым, ер балдарды көбінесе салыстыра отырып, осы адамдарды қарадым. Бірақ бұл кездегі адамдар енді ерекше болған шынымен де. Мына жерде бір айтып кететінде оқитын болсам, өзі басында енді шағын алғыс сөз жазған болатын. Өзінің осы жүріп өткен өмірінде қандай адамдарды кездестірді сол туралы жазған. Бірақ барлығын емес, тек өзіне ерекше әсер еткен, яғни айтып кеткендей өсіп дамуына әсер еткен, өз өмірде өз жолын табуға әсер еткен адамдар туралы жазылған болатын.
және ол айтып кеткен, яғни бұл адамдар туралы көптеген шығармалар жазыла да береді. Бірақ мен осы адамдарды жазғанда, осылармен өзі отырған кезде есіне осы Қасым атамның бұл еске алған кезде көзіне жас алып та осы адамдарды еске алып осы шығармалар жазған болатын. Өзінің осы жазған қысқа лебізі әр осы шығарма жазғанда еске алып, осы әрбір жазылған адамдар болашақта өз көздерімен көрмесе де, осы біздер, яғни жасөспірімдер, балалар өз көздерімен осы аталарын көрмесе де, осы кітапты оқи отырып елестетіп, өздерінің аталарының қандай болған, қандай ұлы тұлға болған, және сондай адам болуға, тұлға болуға талпынуына септігім тисе екен деп жазған екен. Мен осы кітапты кез келген қазақ адамына, қазақ баласына оқуға кеңес берер едім. Себебі бұл кітап өте керемет. Қазір бұл кітап білмеймін бар ма жоқ па. Маған енді осындай кітап тиген, бұл бар екен. Атамнан, әкемнен қалған алып келген кітаптары шығар деп ойлаймын. 10 деген шкала болатын болса, өзімнің 10 деген бағаны берер едім. Себебі біреулер айтып жатыр, енді кейбір кітаптарға 7-6 шығармалар берем. Ол себебі мен өзімнің ойым бойынша, өзіме әсер еткені ойынша, мүмкін мен дұрыс оқымаған шығармын, мүмкін мен дұрыс түсінбеген шығармын, сондықтан сондай бал берген шығармын. Бірақ менің бал беруім ол белгілі бір үлкен мағына бермейді, ол тек менің бал бергенім. Сондықтан оны қате түсінбеңіздер. Мен бірақ бұл кітапқа 10-ның ішінде 10 деген балды беремін. Осы кітапты оқыңыздар, барлықтарыңызға осы кітапты оқуға кеңес беремін. Міндетті түрде тауып алыңыздар, білмеймін. Электронный нұсқасы бар шығар, электронный нұсқасы бар шығар. Осылай, енді кітапты әрі қарай осылай оқып тұратын боламын, жалғастыратын боламын. Әлі көптеген кітаптар оқимын деп ойлаймын, бұйырса Алла қаласа. Менімен бірге болыңыздар, коммент жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, барлығына жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.